Шартты және шартсыз рефлекс. Мына сөйлемдерді тиісті бағанға орналастыруымыз қажет. Яғни шартсыз рефлекс немесе шартты рефлекс деп топтастырамыз. Бірінші сұрақ. Ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Бұл шартсыз рефлекс. Келесі. Алдыңғы мидың үлкен ми сыңарлары алынып тасталған жануарларда сақталады. Бұл да шартсыз рефлекс. Алдыңғы мидың үлкен ми сыңарлары алынып тасталған жануарларда сақталмайды. Бұл шартты рефлекс. Келесі, ағзаның көбеюіне тікелей қатысы жоқ. Бұл шартты рефлекс. Келесі сұрақ, кейбірі жойылып отырады, ал кейбірі қайта пайда болады. Бұл қандай рефлекс? Шартты рефлекс. Келесі, ағзаның көбеюі жүзеге асады. Қай рефлекс арқылы? Шартсыз рефлекс. Тұқым қуаламайды. Бұл шартты рефлекс. Келесі, туа пайда болады. Шартсыз рефлекс. Ал жүре пайда болса, бұл шартты рефлекс болады. Өмір бойы өзгермейді, яғни тұрақты. Бұл шартсыз рефлекс. Келесі сұрақ, ағзаны сыртқы ортаның түрлі өзгерістеріне бейімдейді. Шартты рефлекс. Және соңғы сұрақ, тұқым қуалайды. Бұл шартсыз рефлекс. Жауабымызды тексереміз.